Заблуживай. Мынандай адам шынымен бақытты, ол құдайсыздар кеңесіне бармайды. Күн арқалар жолымен де жүрмейді, мазақтаушылармен бірге отырмайды. Қайта ол жаратқанның тәліміне қуанады, күні түні сол туралы ойланады. Ол су жағасындағы ағашқа ұқсайды, сол мерзіміне жемісін береді. Жапырақтары кеуіп сенбейді, не істесе де ол табысқа жетеді. Әділдің қамын жаратқан ойлайды, ал құдайсыздың өзі де қалмайды. Жаратқанға дауыстап жалынам, ол жауап береді киелі тауынан. Орныма жатып ұйықтаймын бейқам, содан оянып тұрамын қайтадан. Себебі мені қорғайды жаратқан, мен қорықпаймын өзіме жан жақтан қарсы шыққан мыңдаған жауларынан. Әділдің қамын жаратқан ойлайды, ал құдайсыздың өзі де қалмайды. Жаратқанға дауыстап жалынам, ол жауап береді киелі тауынан. Орныма жатып ұйықтаймын бейқам, содан оянып тұрамын қайтадан. Себебі мені қорғайды жаратқан, мен қорықпаймын өзіме жан жақтан қарсы шыққан мыңдаған жауларымнан. Өзіңе үміт артқандар шаттансын, лайым қуана мадақтап ән салсын. Өзіңді сүйгендер сен айтып мақтансын, олардың бәрін сен қолдап қорғайсың. Уайым, сен әділдерді жарылқайсың, рақымыңмен қалқан іспетті қоршайсың. Әділдің қамын жаратқан ойлайды, ал құдайсыздың өзі де қалмайды. Жаратқанға дауыстап жалынам, ол жауап береді киелі тауынан. Орныма жатып ұйықтаймын бейқам, содан оянып тұрамын қайтадан. Себебі мені қорғайды жаратқан, мен қорықпаймын өзіме жан жақтан қарсы шыққан мыңдаған жауларымнан.